Ауылға барып білек сыбана еңбек етемін деген дәрігерлердің меселін кей өңірдің әкімдері қайтарып отыр. Олай дейтініміз, шалғайға барып қарашаға көмектесуге ниеттенген ақ халаттыларға үкімет баспасына 8,5 миллион теңге береміз деп уәде еткен еді. Алайда бұл ақшаның өзін сағызша созып бермеудің амалын жасап тырысып баққан жауаптылар бар болып шықты. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов мұндай атқамінерлердің атын атап түсін түстемесе де, жауапты ведомствоға жағдайды бақылауда ұстауды тапсырды. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында ауыл аймаққа барып, кәсіби біліктілігін арттыратын дәрігерлерге әлеуметтік қолдау шараларын мейлінше арттыру қажеттігін еске салды. Ал бір реттік ынталандыру сыйақысын жымқырып, ауыл аймаққа салынуы тиіс нысандардың құрылысына ат үсті қарағандармен әңгіме басқаша болады, деді премьер. Өңір әкімдері тарапынан дәл осы жобалау және құрылыс жұмыстарына бақылаудың кемшін болуы ұлттық жобаны іске асыру мерзімдерінің созылып кетуіне алып келеді. Нысандарды уақытылы тапсыру үшін құрылыс маусымын тиімді пайдалану керек.